Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен дәруменге толы, арықтататын өте керемет салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге керекті ингредиенттер топтамасы барлығы балғын күйінде және шикі күйінде болуы қажет. Ең алдымен қырыққабатты ұсақтап турап аламыз. Оның үстіне сәбізді де осы жіңішке етіп турап аламыз. Сонымен қатар қызылшаны да ұсақтап турап барлығын біріктіреміз. Одан соң жасыл алманы да үкіштен өткізіп, жаңағы барлық көкөністермен біріктіреміз. Ендігі кезекте соусын дайындаймыз. Ол үшін күнбағыс майына үкіштен өткізілген сарымсақты және жарты лимон шырынын сығып, осы күнбағыс майының үстіне құямыз. Оның үстіне жарты шай қасық тұзды және бір шай қасық кориандр осы специяны салып, барлығын жақсылап араластырып, дайын болған салатымыздың үстіне құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Кішкене сіндіру үшін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар болады, немесе бірден ұсына берсеңіздер болады. Өте керемет болып шығады, тойымды, сондай сіңімді, әрі арықтататын, сондай бір қасиетке ие. Бұны халық арасында щетка немесе сыпырғыш деген атауға ие. Яғни аты аталып отырғандай, денедегі артық токсиндерден, артық майлардан арылтатын қасиетке ие. Сіздер де дайындап көріңіздер, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Қол жетімді ингредиенттер тұратындықтан барлықтарыңызға осы салатты дайындауға кеңес беремін. Ас болсын.